Казино бұл сөздің ішінде неше түрлі мағына бар. Ол қуанышты да және азаптауды да білдіреді. Бірақ ең басты мағынасы кездейсоқтық. Шын мәнінде де казинода кездейсоқ жағдайлар мен заттар жоқ. Әрбір кішкентай тетік тұрған орнында әдейі және арнайы болып тұр. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге казинолардың қу әрекеттері туралы айтып кетемін. Бастайық. Казиноның іші арнайы лабиринт етіп жасалған. Оның ішіне кірген адам оңаймен адасып кетеді. Әсіресе арақ-жараққа тойып алған болса. Ойын автоматтарының көбі соншалық казинодан кетпеуге оңаймен көндіреді. Сондықтан келген адамдардың көбі соңғы ақшалары мен бақыт үшін азап шегеді. Оған қоса ойыншы барлық автоматтардан өтіп шықсын деп бірдей автоматтарды залдың ішінде жан-жаққа шашып тастайды. Әжетхана мен ақшаны беретін жерлер сіз бір жолды екі қайтара өтсін деп шығып беретін есіктің қасында орналасқан. Казинода адамдар неге ақшаның орнына фишкаларды қолданады деп сұрайтын болсаңыздар, мінекей жауап. Бәрі де әдейі қу етіп ұйымдастырылған. Фишкамен ойнаған адам фишканың құнын сезбейді. Ойынға үлкен ақшаны тігу қиын, ал фишканы тігу оңай. Бұның барлығы психология. Егер сіз блэкджек ойнап отырып, қолыңыздағы $100 ақшаны тігетін болсаңыз, сіз біраз ойланар едіңіз. Ал қолыңызда бір ғана фишка болса, одан оңай айырыласыз. Егер сіз казинода болған болсаңыз, сіз оның ішінде сағат көрмегендеріне сенімдімін. Казиноның ішінде сағаттар болмайды. Бұл тағы да казинолардың қу әрекеттерінің бәрі. Казиноға кірген бойда адам трансқа түскендей болады. Ол сағат неше болғанына уайымдамауы керек. Әйтпесе кеш болып қалды ғой деп шығып кетіп қалады. Сондықтан, егер казиноға баратын болсаңыздар, өзіңізбен бірге сағат алып жүріңіз. Казино жыл сайын көптеген ақша табады, сондықтан оның ішіндегі күзеттік ұйымы өте қатаң. Казиноның ішінде көптеген камера орнатылған, және күзетшілер әрбір ұшын қадағалап жүреді. Оған қоса камералар ойыншының қолындағы карталарын үлкейтіп қарай алады. Осылайша олар ойыншыны алдайды немесе арам ойыншыларды табады. Сонымен қатар казинолардағы камералар адам туралы мәлімет жинай алады. Мысалы, іздеуде жүрген қылмыскерлерді де анықтай алады. Сіз казиноларда сағаттар неге жоқ екенін білесіздер, бірақ оның ішінде неге терезелер жоқ екенін білесіздер ме? Оған себебі де дәл сондай. Ойыншы таң атқанын немесе күн батқанын білмесін деп жасалған. Терезелер тек қана кірер-шығар есікте орналасқан. Казиноның ең басты мақсаты сізді толығымен ойынға батырып жіберу. Казиноларда орналасқан қонақ үйлер ешқашан арзан болмаған. Оған қоса жасырылған кішкене қосымша заттар қонақ үйде қонақ болуының бағасын одан әрі қымбат жасайды. Сіз қонақ үйге жететін машина, ішіндегі Wi-Fi, орамал, ішімдіктер және тағы да басқа заттар бағаның ішіне кіреді деп ойлайсыз ба? Ақыр соңында оның барлығына да бөлек ақша төлеуге мәжбүр боласыз. Әрдайым казиноға кәсіби казино ойыншылары келіп, қу әрекеттерімен казиноны алдап ақша ұтып кетіп жатады. Осындай адамдармен күресу үшін казинолар қатаң әрекеттерге барады. Казиноларда әрдайым камера арқылы ондай байланыстарды таба алатындай жүйе бар. Бұл жүйе екі бөлек келген адамдар арасында жасырын байланыс бар екенін таба алады. Олар туралы толық ақпараттары бар. Бұл жүйені алдау мүмкін емес. Сондықтан казинодан бәрібір ақша ұтып алып кете алмайсыз. Казиноның ойыншыларды ойынға тарту жолының ежелгі тәсілі тегін арақ-шараптар. Егер сіз Лас-Вегастағы немесе басқа да бір казиноларға келетін болсаңыз, сіздің қасыңызда міндетті түрде әртүрлі қымбат арақ-шарап үлестіріп жүрген даяршы жүреді. Мас адам басы байлықтан босатылып ақша аямайды, жеңіске сенімді болады, және ойлау қабілеттігі баяулайды. Арақ-шараптардың кесірінен ойыншылар бар ақшаларынан айырылады. Оған қоса тәжірибелі кәсіби ойыншылардың зейінділігі түседі. Милары баяу ойлайтын болады, сондықтан жеңіліп қалады. Казиноның ең басты мақсаты келген ойыншылардан ақша табу. Бұл іс тек сағаттар мен терезелер жоғымен және арақ-шараптармен шектелмейді. Айналадағы атмосфера мен жағдайлардың барлығы ойыншыны ойынға тарту. Айналада үнемі жеңіс қоңыраулардың дыбыстары, позитивті дыбыс шулары шығып тұрады. Сондықтан айналадағы адамдардың барлығы үнемі ақша ұтып жатыр деген әсер береді. Бірақ бұл олай емес. Егер адам ұтылса да немесе автоматта ақша бітсе де, басқа ойыншыларды қызықтыру үшін автомат бәрібір қуанышты позитивті дыбыстарды шығара береді. Және адамдар ақшаларынан айырылсын деп арнайы тәтті әрі қымбат иіс шығарады. Казинолар вентиляция арқылы жақсы иіс тарату үшін жыл сайын көптеген миллиондар ақша жұмсайды.
Казинода ойыншылар тек тегін арақтан басқа тегін тамақтар және шоуларға есептей алады. Осындай тегін және қызықты шоулардың арқасында ұтылған ойыншылардың бастарында казино жаман жер деген ой қалмайды. Сондықтан олар казинода ұтылғандарына қарамастан қайта орала береді. Және казинода ойыншыларды мәз қылатын әртүрлі ұтыстар да бар. Мысалы, бір ойыншы автоматта қарапайым майка ұтып алған. Бірақ оны ұтып алу үшін ол $85 ұтылып қалған. $85 қарапайым майка. Естеріңде болсын, казино әрдайым ұтыста. Осымен болды достар. Казино немесе басқа да арам ұтыс ойындарын ойнамаңдар. Өйткені олар үнемі ұтыста. Өздеріңіз ойлап көріңіз, олар сіздерге ақша беру үшін ашылмаған ғой. Ойыншылардан ақша ұту үшін ашылған мекемелер.